жаққа келдік. Сағат 12 болды почти. Бұрттағы музейға келдік. Маяқта арқат қазір қазақша дегенде тұр. Естіледі, мен қысып тұрайыншы. Ой, блин, музыка болды. Естіліп отқанша телефонға. Так, маяқта ағылшынша. Маяқта ағылшыншаға тұрдым. Вот. Это орысша. Орысшаны басасың. Ну, короче, орысша естіліп. Динамик бар. Сегодня первый терминал. Вот это вот прикольно. Короче, таможня контрольді өттік, бәрін өттік. Енді біз duty free'да жүрміз. Арақ іздеп жатыр. Мен, короче, не алдым, кстати. Штатив алдым. Штатив о, түсіреміз. Штатив, мен. Тек сенкіне түсетін сияқты. Менде Huawei ғой. Менде Huawei ма? Мен iPhone еді ғой. iPhone сындырып алдым. Бәр бағалары евромен. Қазақстанда қалай ол евромен төлеу деген. Вот сырым таблером. Швейцария. Мен жегем, жұмыста талай рет алып келеді. Шоколад как шоколад и все. Ничего такого. Ничего такого, да. Ну, вкусный, конечно. Ну, прям вау дейтін ештеңе жоқ. Өте біз неден қайтканда бәрі €1 деп жинап алды ғой. Мен алған жоқ. Че, қалайсың? Нормально. Сырым паникую. Тамақ алып келіп. Говядина алдым. Су берген жоқ әлі. Все, Турцияның аэропортына түстік. Шығып жатырмыз. 6 сағат ұштық. Стамбулға дейін. Стамбулға да жеттік. Ё-моё, қандай үлкен аэропорт. Арқат, не ойлайсың? Ленив ұшақ секілді. Да. Я не знаю, видеомен не передается, но блин, капец. Огромный аэропорт и вообще. В шоке. Короче, метроны таптық. Стамбулский аэропорт. Капец үлкен, нереально. Прям қанша уақыт жаяу жүрдік. Ішінде адасып кеттік па, вообще. Wi-Fi-ға қосылмадық, короче. Гостиницаға барып қосыламыз. Масштабы вообще, да. Метродан өттік бір нәрсе қылдым. Так. Барақтым. Короче, турецкий метро. Короче, метрода адасып жүрміз. Столько людей, столько станций. В общем, жестко. Метробус. Что-то М2 деген сөзді вообще көріп тұрған жоқпын мен. Что-то жаңа солға емес, оңға кету керек. Up turn left, да? Turn left, дұрыс. Все, значит, дұрыс. Так, короче, неше метроға отырдық. Мына 3-ші метро. Ар жақта митинг болып отыр. 2,5 сағат. Вообще. Аэропорттан біреу, одан кейін М2-ға отырып, мынау Т6-ға отырайын деп жатырмыз. Капец. Уже қалан біліп алдық. Короче, метролары анда ашық. Вообще түсініксіз. Почему ашық? Короче, видно, что қала 16 миллион, да? Сосын оңға кетеміз. Все, давайте. Барайық. Орындықтар далада. Біреудің үйі. Жанып тұрған бөтел бар әлі. Отельге келдік. Кішігірім отель қандай. Кішігірім отель. Не, видеоға айтып жатырмын. Ар жақта не? Жеттік. Қарап жатыр. Короче, ол жақта тамақ ішетін сияқтымыз ғой. Ар жақта вот не? Шведский стол. Интернет сұрап алайықшы.
Біздің отеліміздің көшесі. Мына біздің отель. Номад деген. Біздікі анау сияқты да, бірінші этаж. Ahmet'im iyi akşamlar. Hayırlı işler. О, билеп жатыр. Тема я. Чисто нам для опера, чил зона всех Да. квадрат. Стамбульский Макдак. Нормально. Прикольно. Такой же прям. Не жёг особо. Двухэтажный Макдак. Так, ну стол алдық. Резинкасынан. Шведский стол. Они котлеты. О, нутелла. Однозначно. Так, завтрак алдық. Ну, кажется, котлета. Мынау нан, жұмыртқамен картошка, жұмыртқа, помидор, салат. Сондай мынандай не, сыр сияқты. И сок, пока что. Мынандай витпен отырмыз. Қазір еще сладкий жейміз. А? Сол ғой? Лапыстың бітті ғой. Красный. Жетпей қалды ойладың ба? Короче, біз трамвайный остановкаға келдік. В принципе, адамдар былай өтесе болады мына жерге. Но мына жақта охранник қарап тұр. Онда невозможно. Пакеты. Калацкий башняға келдік. Мынандай көше екен. Тамақ ішетін, да? Адамдар терезелерін сүртіп жатыр. Қазақтар көп екен. Merhabalar, hoş geldiniz. Hello. Біреулер мераба дейді, біреулер hello дейді. Әйтеуір амандасып жатыр. Чисто туристический, да? Короче, біз неге келдік? Футбольный клуб.
из-за того, что, ну, Puma, во-первых, во-вторых, это бренд, типа. Еще оригинал. Короче, мен футбол вообще көрмеймін. Мына екі футболисттар. Кім мынау? Өсімхан дей ма? Өсімхан. Неаполитан келді. 45 дейді. Не номер? 7 деген номерлер жоқ па? Детскийда. Короче, анда шарфтар бар екен. Кішкентай балалардың киімі бар екен. Тулар бар екен. Ал мужик қанат сияқты. Охранниктің. Короче, мына екі футболист қоймай Бешикташты көреміз деп, короче. Бешикташтың фанаттары. Уф. Извините, пожалуйста. Hello. Алыстарым құтты болсын. Рахмет. Карточканы күнгі өтін ұмытып әрең алдық дейсің. Мен өзімдікін білмейді екенмін. Короче, стадион Бешикташ. Көрейік, сұрайық. Типа бүркіт да олар знактары. Знактары бүркіт па Бешикташтың? Что-то везде. Вот здесь тоже есть. Смотри. А вот это здесь лучше. Бір жерге келдік. Қалай атылады? Тоже, да? А, нет, security check. Просто проверка, да? Бір жерге келдік, бірақ қай жерге келдік вообще түсінбейміз, короче. Примерно кетіп баратырмыз. В общем, Турцияда в основном Renault, Seat, Volkswagen, что еще? Mercedes'тар не то только мындай нелері бар, вандары. А так, соң кетіп барады Hyundai, Renault, в основном европейские машины. Китайскийдан только Cherry, да? Пока только Cherry видел. Лисян, Zikr, Чанган, там что еще, Хавал, вообще ештеңе жоқ. Кобальт жоқ. Шевролет вообще жоқ қой. В основном сол нелер, Фиаттар, вот это такси, бәрі Фиат. Вот, Фиат, бәрі Фиат. Қайықтар отырайық деп келдік. Орындықпен отырамыз қазір. Соңғы орындық қалды ма? Дуракам везет дейді. Дерзкий жерден отырып алайық. Level. On each facet of the four-story, 27-meter in high clock tower at the entrance of the palace, there Бір жерге келіп тоқтап жатырмыз. Түсеміз ба, түспейміз ба, білмейміз. Осылай паромға келдік. Адамдар отыр. Арқан суретке түсіп жатыр. Күн күшті, жылы. Мына жаққа келіп тоқтап жатырмыз.
Миллиметровщик. Нереально миллиметровщик. Короче, надо не алдым бутылкамен. Моих урватор. Набережный. Ешқандай не жоқ. Забор жоқ, ештеңе жоқ. Қалай жүреді сонысы? Современный. Охранник тут отпай, типа, бармаңдар деген сияқты. А вот. Do not cross yellow line. Типа, сары линиядан аспаңдар деген не. Анаңа схватка. Артан деген. Короче, үлкен панельдер, как я понял. И орталарында свет жанады. Мына жерде бір как будто выставочный павильон. Бутик. Кроссовки, киімдер. Үстінде потолок стеклянный. Антресоль. Supreme. North Face. А, бізде осында не магазин бар, кстати. PlayStation ойнауға болады екен. Бізде де осындай магазин бар Алматыда. Баскетбол, аяқта PlayStation тұр, PlayStation ойнауға. Суперстеп деген ба? Иә. Короче, мындай бір конструкция тұр. Мынау үй и екінші үй. Ортасында тупо темір. Походу, мақта үйді снесли. Бір үй болған сияқты заңға. Соны алып тастап, үй ортасына қалдырып. Бұл жақта да біреу салып отыр. Базар, кажется, да? Балықшылар балық аулап жатыр. Қандай балықтар бар екен? Ештеңе көрмейді. Вот балықтар ұстап. Балықтың іші жатыр. Базарға кіріп кеттік. Либо базар, либо Арбат сияқты. Сондай донернаға келдік. Алада тұрмыз. Бэмби кафе.
Жүрісшілер. Далада отырмыз. Так, тамақ алып келді. Қазір жеп көреміз. Ішінде помидор бар екен. Так, бүгін екінші күн. Қалаға шығып баратырмыз. Архат номерден шығып жатыр. Сырым уже астына күтіп жатыр. На лифтті көрсеткім келген мен. Я должен это показать. Келгенде, короче, мына лифт, ладно. Келгенде ғой это. Потом есікті, вот кәдімгі есік сияқты ашасың, потом заходишь. Вот такой лифт. Первый раз. Ой. Салқын ба? Салқын ба? Салқын болса, шалбар болып жатмайын. Да не, нормально. Қазір күнге шығамыз, жүреміз тем более. Так. Мынау біздің отель, Номад отель. Мынау біздің номер ғой. Біз шарықташ. А жоқ, мынау ма біздің? Мынау ғой да біз, кстати. Мынау емес. Мысықтардың домиктары. Аяқ киімді қолға салып жүрміз ба? Мешітке келдік. Біз негізі намаз оқимыз деп кіріп едік. Ішінде адамдар спокойно жүр ғой. Иллюстратор прям күшті екен. Мешітке келіп сәлем намазын оқып алдық. Ар жақта сырым оқып алды. Ар жақта Архат оқып жатыр. Колоннаның размері енді қазір жоқ екен. Так, намаз оқып алдық, сәлем намазын. Енді ары қарай кеттік. Туристер келіп жатыр. Архаттың страхы басталды. Соны яуып отыр еді кешеден бері. Осыдан қорқам деп. Ондай жоқ шығар деп ойладым. Сол ғой. Я тоже так думал. Бере салма деп ойладым. Короче, метроға кіріп жатырмыз. Судың астынан жүреді. Үшкудар деген неден түсеміз остановкадан. Жердің астына салып қалды ғой. Амыр судың астынан жүреді. Біздікі над землек салып жатыр, әлі бір сих бар. Короче, метромен түстік. Судың астынан метроға отырдық. Азиатский жаққа келдік. Мына жер чуть басқашалау екен. Более көшелері широкий и чуть-чуть более гетто. Адамдар, туристтер аздау, короче. Походу здесь уже более местныйлар өмір сүреді. А біз жаңа гостиница жақ көрдік, что туристтер көп и более туристический жер екен. Сол. Короче, недоблогер, я не знаю, қалай түсіп жатыр, қалай болып жатыр. Өз-өзімді бірінші түсіп тұр. Кеттік. Короче, обзор машиналарға. Шкода, Фиат, Рено, Лагуна деген. Вообще бірінші көріп тұр. Opel, Corsa. Opel тоже Astra новый. Вот. Менде Opel болған Mokka. Новыйлар көп екен. Mazda. Бірінші көріп тұр Mazda. Вот. Опять Fiat.
короче, японецтер аз мында Hyundai. Что за Hyundai? i20 дейді. Ана жерде янда. Мында бір жеткі. Жол қарам. Kia Sportage. Вроде дома старые. Не, машиналарға обзор жасап отыр. Вот китайский машиналар бар, кстати. Кроме Cherry, вообще басқа китайский көрген жоқ. Именно еще осы модель. Вот Honda японец. Нет, мынау сторонада более-менее басқа машиналар көп екен. Біз жүрген жерде в основном европейский машина. Короче, мына жер Renault. кішкене. Renault. Солай тұрмын, более не туристический. Вот еще один Cherry. Анда лестницадан көтерілуіміз керекпіз. Кәдімгі шашақ қалдық. В общем, Кузгунжук деген районға баратырмыз. Білмеймін. Әдемі район деп инстаграмнан көрдік. Соны кетіп баратырмыз. Жоғары, чисто жоғары келатырмыз. Уже дыхалка өшті бізде. Вот. Анда лестницамен келатырмыз. Ну не. Непонятно. О, пойдем ба? Жерге қалайсың ба? Қашқай. Қаяққа кетіп бара жатқанымызды көрсек. 980 лестница өттік. Кішкене қалдық. Машинаның коробкалары біткен шығар. Андай высотада ұстаудың өзі. Ужас қой. Тауға қалай үй салды, қалай тұрып жатыр. Я даже не представляю. Арт жақтағы вид. Андай. Короче, рандомный жилой комплекс. Обзор. Подъезд. Сразу есік и все. А мына жерде барельеф. Екі камин? Балконда камин тұр. Наружу смотрит. А, да? А, да. В натуре. Енді байқадым. Балконда камин көрдіңдер ме сендер? Есіктің ширинасы натуре кішкентай. В общем, үйлер максимально непонятно. Түсіндік. А каждый этажда камин? Чем мыналардың хоть подъездер кішкене лестница бар екен. Кешегі көргендер вообще сразу ғой выход. Сели великость. Осындай жолды случайно көріп қалдық. Камерамен не передает, видишь, камерада. Вроде жеттік Кузгунжукқа. Төмен қарай түсіп келатырмыз. Біреудің подъезден шығасың. Кітаптары бар. Кітап оқысаң болады. Отыратын жері бар, гүл бар. Подъездің алды. Арқа сөртке түсіп жатыр. Каждый үйдің подъезі әдемі екен. Адамдар не үшін жиналып отыр? Ешкім отырған жоқ, просто тұр деймін да. Там, мне кажется, бір мероприятие опыт. Тустар. Машинаның үстінде біз ұйықтай береді. Не ғой? Бізде типа ас бірдеңе сондай болады. Сондай сияқты. О, Я мысықтар үлкен. не түсіп алды.
Mына үйлер әдемі екен, әртүрлі түсте. Туристер көп. Так, біздің шай келді. Сырым бізде горячий шоколад берді. Afiyet olsun. Thank you. Жаңа завод. Мосттан ары қарай өтуіміз керекпіз. Қалай барамыз, пока білмейміз да. Пока bilmiyoruz. Мына кладбище. Koordinat. Кладбище, да. Жақта жаны. Men ötse жақсы бар еді. Бірақ мен автобуспен өтесің, походу. Автобуспен өтсек болады негізі көруге. Пешком это, ну блин, это вообще қиын. Балық аулап жатыр. Балық аулап жатыр ма или пока просто тұр? Утка кірді, да. Короче, бір паркқа келдік. Дыхалкамыз өшіп қалды. Искусственный водопад қой. Мына тамақ сатады екен. Водопадтан өтем деп қоймай жатыр маған. Kırıp geçeceğimiz aşağımız. Білмеймін. Statifte. Мен же өтіп кеттім, видео бастап қойдым. Ал, өт ал сырым. Алай. Нормально? Признаны. Şimdi mi? Ja, şimdi. Жазды ба. В общем, адасып бір жерге келдік, бір мостқа. Шаршап кеттік. Ар жақта мешіт бар. Бірақ жүруге желание жоқ. Ар жақта башня бар. Телебашня. Енді ар жақтағы мосттан арғы неге барамыз? Арғы берекке. Футболға келдік. Тыныш отыру керек екен. Максимально тыныш отыру керек, да? Тек қарауар соқсағаны қуанамыз. Жартылып тұр. Тоқтамайды мыналар вообще.
жемчугом. Так, біздің завтрак. Мықты жұмыртқа. Ар жақта колбаса бар. Кипа брынза, сыр. Огурцы, помидоры. Это салаттар. Вот это күшті. Мынау да күшті. Мыналарды білмеймін, жұмыртқа, май бар. Нан бар. Тоже сладости. Сладости, тостер. Это чай, кофе. Сок бар. Біз мына жақта отырмыз. Ас болсын. Так, бүгін екінші күн. Төртінші күн даже, да. Балат деген или Болат деген районға келдік, короче. Интернеттен қарадық. Такой прикольный район деген екінші келдік. Қазір көреміз, не болады. Базар сияқты. Так, мынау район как будто сырма айтады, Таиландқа ұқсайды дейді. Таиландта болмаған, бірақ Таиландқа ұқсайды дейді. Тура жолдың ортасынан труба жатыр. Здесь жоқ па не? Визуализация ма? 3D. 3D жоқ, чисто фасад, разрез и разрез көз. Типа паспорт объекта. Дизайнер. Стройка жүріп жатыр. Екі мың 24-те бастаған. Хер пойми қашан бітіреді. Бүгін жел бар. Киімдерін жоғары іліп қойған. Осы үйлерді көруге келдік. Сырты разноцветный. Әртүрлі. В целом үйлердің сырттарын әртүрлі боятқан түскен. Но подъезд. Шығасың сразу лестница. Площадка жоқ. Бізді үйреткенде площадка болу керек. Лестницаның высотасы 150. Снип. Не снип, ештеңеге қарамайды. Сондай. Мысықтар бар. Сендерге сұрақ. Неге Европаның барлығы, в том числе Турция, осындай машиналарды айдайды да, японецтерді айдамайды? Вы вчера обсуждали, просто соны қайтадан айтыңдар деген ма? Видео. Источниктер жақсы ғой. Жоқ, бізде неғып осындай машиналарды айдамайды? Fiat, мысалы, Renault, что еще? Peugeot, Citroën. Бізде Неужели бұл машиналар жаман болып тұр? запчасть жоқ деген Запчасть. тема шығар. В основном, мне кажется, запчасти. Соған келтіреді ғой. Сосын источниктер істей алмайды деген тема ғой. Істемеймін деп алмайды. Демеймін деп алмайды, қорқады. Ja, Toyota бәрі. Мне кажется, еще одна причина источникта, европейский машиналардың ішіндегі несі чуть-чуть басқашалау. Байғара жүреміз ғой деп. Не деп еді? Мотор қалбытнасы ма? Ну, вообще, ішіндегі схемасы, вообще. Интерфейс, вот это все басқаша сияқты. Им сложнее, а японский как будто все легче, проще из-за этого слойся. Солай. Кеше сөйтіп сондай сөйлестік та. Соған келеді. Бізде неғып Fiat жоқ, неге Renault жоқ деп сондай сұрақ болды. Фархат, сіз не ойлайсыз? Толықтай келісім. Толықтай келісесің ба? Все. Зато черри бар, китайский. Так, екінші сұрақ. Давай. Неге қазақтар басқа шетелде бір-бірлерін көрсе қашқақтайды? Ну, такой неприятное чувство. Неприятные. Неприятный? Потому что они рушат магию. Типа, Қайсыста жүресіңдер шетелде, сосын келесің, қазеке деп басталады. Сосын Не то, да? қашып едім деген оймен кеткен кетсің. ну, как-то
бір түрлі да чувство, непонятно, двоякий чувство. Кешегі Кузгунжукка барған кезде күшті болды. Вообще Иә. еш қазақ көрмедік, турист те көрмедік, сол жер керемет болды. О, как будто уже не туристический здесь. Иә. Бірақ бір чисто. көшесі ғана туристический кафелер толып тұрған. Оның өзінде басқа шетелдіктер, біздікілер жоқ жақта вообще. Да. Ол жақта жалғыз біз болдық қазақтар. Все, рахмет. Мешітке келдік. Дәрет алатын жері сыртта екен. Мұнда айтып кетші. Онда үйлердің арасында просто заправка тұр. Құр ортасында. Бізде Алматыда заправка қоятын болса, қасында жылы үйлер болмау керек. А тут прям қауіпсіздік. А тут эпицентрында тұр ғой кәдімгі. Так, Стамбулда тағы бір байқаған заттарымыз. Истасионный. Үлкен кісілер, именно мужиктар. Cheeseburger çektir, ara cheeseburger gider. Тез болыңдар. В общем, мужиктар үлкен нелер, достарымен бір жерге көп өздерімен біздің мысалы қазақтың үлкен ағалар кісілер достарымен жиналып қалада жаяу жүріп қыдырып деген жоқ па не ештеңе. Жиналмайды ғой, жиналса да чисто үйде бір арақ ішіп сондай болмаса. Автобуспен, тем более Автобус отырып мысалы 2-3 дос болып мысалы мужиктар 50-ден асқан жерге барып, паркке барып, бір нәрсе жеу деген жоқ. А тут кәдімгідей да бесеу отыр. аташқар отыр, әңгіме бұрқыратып отыр. Бәрі бірге жүр. Алтыншысы. Мокрый бургер жейіп деп шықтық. Инстаграмнан таптық. Соған кетіп баратырмыз. Сосын арқаттың махукасына барамыз да. Хука плейс, да. Так, бургерге келдік. Қызыл қаялар деген. Осы күшті деп мақтады ғой. Пойыздың қасында мешіт бар. Күштіге келдік. Дәмін көрейік тас. Арқаттың айтып жүрген Хука плейсіне келдік әйтеуір. Күні бойы айтып жүреді Хука плейс. Бірақ мен фонарем қосып өткен дес. Официанттар орыстар, музыкалар өзіміздің қазақтың өлеңдері. Скриптонит па на музыка? А, жоқ, херово. Музыка жаңағы. Осындай жерге жұмыс. Так, Хука плейстан үйге қайтып баратырмыз. Қазір неге трамвайға үлгерсек болды самыға. Нешеге дейін жүреді екен, интересно? 12-ге дейін шығар, да? Stay still until they find it out. Бүгін соңғы күн. Обедке дейін босатуымыз керек гостиницаны. Қазір базарға барып үйдегілерге аз-маз подарок заттар аламыз. Сосын ақырындап аэропортқа жүреміз. Все, шықтық. Келді. Метромен аэропортқа кетіп баратырмыз. Шекеш. Аэропорттың масштабы Гири. телефонмен білмейтін. Біз мына жерде ойладық, оказывается, еще ниже. Біз қазір жоғары көтеріп баратырмыз эскалатормен.
Так, паспортный контроль бәрін өттік. Булгари. Мынау, короче, не ғой. Duty free. Ішінде Луитон бәрі бар екен. Все, Стамбулдан кеттік. Последний минутада самолетқа отырамыз, бұйырса аман есен Алматыға жетейік.